салған әңгіме туралы айтсам, мен басқа реклама салып жатырмын, иә. Шынайы, кәдімгі шын реклама салып жатырмын, ал оны барлығын өтірік қылып, өтірікке шығарып, Құдайдан қорық, неге олай жарнама жасайсыз деп маған айтпай қойыңыздар, өтініш. Өйткені қазір енді білесіздер, мен жарнама арқылы ақша тауып жүргенімді, ол біреуін олай салды екен деп бүкіл жарнаманы алмай қоймаймын ғой. Тексерілген шынайы жарнама болғаннан кейін мен салып жатырмын. Гүлді алған күшті да, бірақ тастауы кәдімгі жұмыс. Қараңыздар, қанша ақша мусорға кетіп жатыр. Бірақ күшті, естелік, көңіл күй. Барлықтарыңызға қайырлы таң. Қалайсыздар? Алматы әліға жауып тұр. Күшті болып тұрады. Біз студияға қарай бара жатырмыз. Бүгін енді кешегідей түрмен шықпаймыз, боянамыз. Бүгін біз боянып алдық. Бүгін одан да сұлумыз, кеше сұлу болсақ. Бүгін біз ортадамыз. Күшті сіздерге арнаған сыйлығымыз бар деп айтайынсам, айтпаймын ба? 14:30-да көріңіздер, күшті болады. Айспектардың қырсындаса әп әдемі қара жоқ. Соны айтайын деген негізінде. Өйткені байқаймын, историяларымды күнде адамдар көретті, имеется в виду, мен танитын адамдар көретті, ерінбей мен историяма қарап отырады, бірақ подписка жасамайды почему-то. А так нельзя делать. Так что подписка жасаңдар. Сол 12 январда процесс болады. Екінші процесс, бірінші подготовительный болды, ознакомительный процесс, потом бірінші процесс болды, енді екіншісі болады деп жатыр. 12 қаңтарда бұйырса көреміз не болатынын. Оны негізінде ешкім оқырмандарым ешкім білмейді, айтпағанмын ешқашанда. Бірақ енді просто қазір барлығы осылай накипело. Хотела уснуть, но не смогла. Сол сендер просто білсіңдер деп, просто көз жасым ол үшін емес, просто барлығы накипело, да. Ертең күні бойы үйде болам, демалам, ұйқымды қандырам, ойланам. Короче, заңдардың барлығын қарастырып шығу керекпін, қайтадан оқып шығу керекпін. Ертең күні бойы 12 күні таңертең болатын процесске дайындалатын болам. Так что сіздермен хабармен енді бөлісіп отырамын. Осыған дейін сіздерге ештеңе айтпаған едім, бөліспеген едім нақты осыған байланысты, бірақ енді жағдай осындай. Оқырмандарым болғасын сендерге айтуға шешім қабылдап отырмын. Так что бір болайық, менің арқамда 3 миллион теңгеге байығысы келіп отыр.